Мұғалім мен қоғамды екі бөліп қарастыруға болмайды. Себебі мұғалім осы қоғамды жасайтын, жасампаз тұлғаларды дайындайтын адам. Сол себепті мұғалімнің қоғамдағы орны және қоғамдағы рөлі ерекше. Біздің Қыздар педагогикалық университетінің құрамындағы кәсіби білім беру колледжі Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің бастауыш білім беру деңгейіне бастауыш мұғалімдерін даярлайды. Колледжімізде тек қана теориялық білім берілмейді, теориялық біліммен қатар оқушыларды қоғамға қызмет етуге үйретеміз. Атап айтсақ, биылғы оқу жылында Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдық мерейтойына орай Байтұрсынов музей үйінде дөңгелек үстел өткізіп, сол дөңгелек үстеліміз өзіміздің колледжімізде үлкен іс-шараға ұласты. Ол іс-шарадан алған әсерлерін студенттер республикалық басылымдарда жариялады. Сонымен қатар студенттеріміз қалалық түрлі акцияларға және таза қала акцияларына жүйелі түрде қатысып отырады. Өзіміздің қаламыздың экологиялық және тазалығына үнемі атсалысады. Және колледж студенттері балалар үйлеріне, қарттар үйіне жүйелі түрде барып, өз көмектерімен қатар жан жылуларын сыйлап отырады. Оқушыларды тек қана қоғамға қызмет етумен қатар, зияткерлік тұрғыда дамыту мақсатында университетіміздің профессорлық оқытушылық құрамымен үнемі кездесулер ұйымдастырылып отырады. Соның бірі Қазына Аймағамбетова профессор және психология ғылымының докторы Бапаева Мәриям Құрманғалиевалармен өткен кездесулер. Студенттер бұл кездесулерден үлкен әсер алып, өздерінің осы кәсіби білімді таңдағанына негіздеме алды деп айтуға болады. Тек қана оқытушылықпен айналыспай, ғылымды қатар алып жүру мақсатында биылғы оқу жылында Қазақстан білім беру жүйесінің ішінде мектепке дейінгі деңгей үшін айналамен таныстыру оқыту әдістемелік кешенін жазып, ол экспертизадан өтіп, Алматы кітап баспасында басылып шықты. Сонымен қатар мектептің 9-8 сыныптар үшін жаһандық құзыреттіліктер оқу әдістемесін дайындап, Арман Пұба баспасында дайындалып, республикалық экспертизаға тапсырылды.